Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге қазіргі таңда хит болып жатқан баклажан салатын жасалу жолын ұсынатын боламыз. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Ол үшін бізге қажетті көлемде баклажанымызды жіңішке емес, қалың емес, орташа көлемде ұзынша етіп турап аламыз. Турап болғаннан кейін ас қасық тұз сеуіп, салқын су құйып, 10 минутқа қойып қоямыз. Бізде 10 минут болды. Енді жұмыртқаға және панировочный сухариге аунатып тапамызға саламыз. Жұмыртқаға шым-шым тұз сеуіп жүруге болады. Жұмыртқамызды жақсылап езіп алдық. Баклажанымыздың екі бетін жұмыртқаға және панировочный сухариге аунатып тапамызға жайып шығамыз. Мендегі весовой панировочный сухари. Дайын болған баклажанымызды топкіде 250 градуста 20-30 минут пісіріп аламыз. Енді салмасын жасаймыз. Помидорымызды жақсылап жуып, турап дайындап қоямыз. Чесногымызды да тазалап, теркадан өткізіп аламыз, үккіштен. Және майонез. Жақсылап араластырамыз. Дәміне қарай қара бұрыш қоссаңыздар да болады. Ол маңызды емес. Міне біздің баклажандарымыз пісіп дайын болып шықты. Шамалы суытып аламыз. Суығаннан кейін осылайынан баклажанымызға бағанағы майонезімізді, салат жапырағымызды бір-бір помидордан салып, осылайынан орап шығамыз. Бір салат лист, бір помидор, қызанақ. Осылайынан орап шыға береміз. Міне біздің баклажан салатымыз дайын болды. Сіздер де жасап көріңіздер. Ұнаса, каналыма тіркеліп, комментарий жазып кетіңіздер. Ас болсын.